Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен ең керемет дәмді тойымды кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жуып дайындалған картоптарымызды ұзынша етіп турап аламыз. Келесі кезекте бізде дайын болған картоптарымыздың үстінен тұз, бұрыш, кинза, паприка салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болған соң, осылай листімізге жайғастырып шығамыз. Және де қызып тұрған пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Келесі кезек бізде подливасын дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған майда етімізді осылай ұзынша етіп турап қуырып аламыз. 10 минут осылай қуырып алыңыздар. Одан кейін үстіне соевый соус пен пиязды салып, тағы да 5 минуттай қуырасыз. Келесі кезек болгар бұрыштарын салып, тағы да 5 минуттай қуырып, үстіне суын құйып, осылай 30 минутқа демдеп қоямыз. Келесі кезек бізде гарнирін дайындау үшін осылай қызып тұрған майымыздың үстінен күрішімізді тұзымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне су құйып, суы тартылғанша қайнатып демдейтін боламыз. Міне біздің асымыз дайын. Келесі кезек сәндеу қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Алдымен гарнирден кейін картоптарымызды саламыз. Келесі бізде подливасын құямыз. Өте керемет әрі дәмді кешкі ас дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып, және қоңырау белгісін басып кетіңіздер.